Бүгін алғашында өзгеше емес еді. Таңғы жарық баяу ғана төгіліп, Алматы көшелері әдеттегідей тіршілігін бастады. Адамдар асығып, уақыт өз ырғағымен ағып жатты. Бірақ сол күннің ішінде бір тағдыр үзілетінін ешкім сезген жоқ. Әлихан үшін бұл күн сенім күні еді. Ол жүрегінде еш күмәнсіз, еш қорқынышсыз өмір сүріп жүрген. Өйткені оның жанында Айсара бар еді. Ол қыз, оның тыныштығы, оның сенімі, оның әлемінің орталығы болатын. Оның бір күлкісі мың уайымды өшіретін, бір қарасы бүкіл дүниені мағынаға толтыратын. Олар сол күні кездесті. Астана саябағындағы ескі орындықта. Күн жылы, жел жеңіледі. Әлем тым тыныш, тым қалыпты көрінді. Бірақ дәл сол тыныштықтың ішінде көзге көрінбейтін бір салқындық бар еді. Айсара бұрынғыдай күлімсіреп отырды. Бірақ оның көзінде бір сәттік бөтендік жылт етті. Әлихан оны байқамады. Өйткені сенім адамды соқыр етеді. Бүгін бәрі өзгеше болады деді Айсара жай ғана. Бұл сөз жай ғана айтылғандай көрінді. Бірақ оның астарында тағдырдың бұрылысы жатқан еді. Олар бірге жүрді. Әңгімелесті, күлді, барлығы бұрынғыдай. Бірақ уақыт баяулап, әр сәт ауырлай түскендей болды. Шымкент мен Тараз даласындай кең дүниеде Әлихан үшін тек бір ғана адам маңызды еді. Сол Айсара. Бірақ кейде ең жақын адам. Ең үлкен сынаққа айналады. Кеш бата олар қала шетіндегі тыныш жерге келді. Күн көкжиекке еңкейіп, аспан қызыл түске боялды. Бұл күннің бату сәті ғана емес еді. Бұл бір сенімнің батуы еді. Айсара оған жақындады. Жай ғана. Әдеттегідей. Бірақ дәл сол сәтте бәрі өзгерді. Оның бір қимылы бәрін жоққа шығарды. Әлихан ештеңе түсінбей қалды. Бір сәт, бір ғана сәт. Сол сәтте оның бүкіл әлемі қирады. Сенім сатқындыққа айналды. Ал махаббат үнсіз аяқталды. Қараңғылық оны толық жұтқан сәтте ол тек бір нәрсені сезді. Бұл аяқталу емес. Бұл басталу еді. Қараңғылық, бірақ бұл жолы ол бұрынғыдай тұңғиық емес еді. Әлихан көзін ашқанда алғашында ештеңе түсінбеді. Демі бар. Жүрегі соғып тұр. Уақыт тоқтамаған. Керісінше кері ағылғандай. Ол орнынан баяу көтерілді. Айнала таныс. Тым таныс. Алматы көшелері тағы да таңғы тыныштықта тұр. Сол жарық. Сол адамдар. Сол дыбыстар. Барлығы дәл сол күйінде. Бұл кешегі күн. Жоқ, сол күннің өзі еді. Әлиханның тынысы тарылды. Жүрегі қатты соқты. Ол бәрін есіне түсірді. Әрбір сөзді, әрбір қарасты. Әсіресе соңғы сәтті. Айсара, оның көзі, сол бір бөтендік, сол бір қимыл. Әлихан қолын жұдырыққа түйді. Бұл түс емес еді. Бұл мүмкіндік еді. Тағдыр оған екінші рет таңдауға жол беріп тұр. Бірақ бұл жолы ол бұрынғы Әлихан емес. Астана саябағындағы сол орындық әлі бос тұр. Ол жаққа бару керек екенін ол білді. Себебі бәрі дәл сол жерден басталады. Бірақ бұл жолы ол асықпады. Ол бақылауды үйренді. Айналадағы әрбір адамға, әрбір ұсақ детальға мән берді. Кеше байқалмаған дүниелер енді анық көріне бастады. Кейбір көзқарастар, кейбір күмәнді сәттер. Әсіресе Айсараның жанындағы адамдар. Шымкент мен Тараз жақтан келген таныстар кеше жай ғана фон секілді көрінген. Ал бүгін олардың әрқайсысы күдікке айналды. Әлихан түсінді. Бұл кездейсоқтық емес. Бұл жоспар. Және сол жоспардың ортасында Айсара тұр. Күн дәл бұрынғыдай өтті. Сағаттар жылжыды. Әрбір сәт қайталанып жатқандай. Бірақ Әлиханның ішкі әлемі өзгерген. Ол енді сенбейді. Ол тек күтеді. Сол кешті. Сол сәтті. Кеш түсті. Күн тағы да көкжиекке еңкейіп, аспан баяу қызыл түске боялды. Әлихан сол жерге қайта келді. Сол орын. Сол тыныштық.
Және сол адам, Айсара. Ол тағы да күлімсіреп тұрды. Бірақ бұл жолы Әлихан оның күлкісін көріп тұрған жоқ. Ол шындықты көріп тұр. Бүгін бәрі өзгеше болады, деді Айсара тағы да. Дәл сол сөз, дәл сол үн. Бірақ бұл жолы Әлихан үндемеді. Тек қарап тұрды. Себебі ол білді. Иә, бүгін бәрі шынымен өзгеше болады. Бірақ бұл жолы оның ережесімен. Кеш тағы да баяу қоюланып, көкжиекке сіңген күннің соңғы шапағы Алматы үстін қызыл мұнарға бөлеп тұрды. Дәл сол сәт бәрі шешілетін сәт екенін Әлихан анық сезді. Бұл жолы ол құрбан емес. Бұл жолы ол бақылаушы. Айсара оның жанында жүр. Дауысы жұмсақ, қимылы бұрынғыдай нәзік. Сырт көзге бәрі өзгермегендей. Бірақ Әлихан үшін бұл көрініс енді шынайы емес, тек қайталанып жатқан көрініс секілді еді. Ол әр қадамын есептеп басып келеді. Әр сөзін өлшеп сөйлейді. Өйткені бұл жолы қателесуге болмайды. Астана саябағына шыққан соң, олар тағы да кеше барған бағытқа бет алды. Сол жол, сол үнсіздік. Тек бір айырмашылық, бұл жолы Әлихан алда не болатынын біледі. Және ол дайын. Жол бойында ол алғаш рет сөз бастады. Сен маған сенесің бе? Бұл сұрақ күтпеген еді. Айсара сәл кідірді. Бірақ дереу күлімсіреп жауап берді. Әрине. Жалған. Бұл сөздің ішінде шындық жоқ екенін Әлихан анық сезді. Бірақ ол ештеңе білдірмеді. Тек басын изеді. Шымкент мен Тараз даласындай кең дүниеде сенім ең қауіпті нәрсе екенін ол енді түсінді. Кеш батып, олар қала шетіндегі сол тыныш жерге жетті. Барлығы дәл бұрынғыдай. Желдің сыбыры, аспанның түсі, тіпті үнсіздік те сол күйінде. Бірақ бұл жолы оқиға басқаша өрбиді. Айсара оған жақындай бастады. Баяу, сенімді, дәл кешегідей. Бірақ дәл сол сәтте Әлихан бір қадам артқа шегінді. Бұл күтпеген әрекет еді. Айсараның көзінде алғаш рет белгісіздік жылт етті. Не болды? Деді ол. Даусы өзгерді. Сәл ғана, бірақ жеткілікті. Әлихан үнсіз оған қарады. Ұзақ, терең, сосын жай ғана айтты. Бұл жолы болмайды. Бұл сөз үкім еді. Айсара бір сәтке қатып қалды. Жоспар бұзылды. Уақыттың өзі шатасқандай. Сол сәтте Әлихан айналаға көз жүгіртті. Және байқады. Көлеңкеде тұрған адамдарды. Кеше байқалмаған. Бүгін анық көрінген. Бәрі түсінікті болды. Бұл тек Айсараның ойыны емес. Бұл ұйымдастырылған сатқындық. Бірақ ең қауіптісі. Олар оның бәрін білетінін білмейді. Әлихан ішінен ғана күлімсіреді. Бұл жолы ол өлімге емес, ақиқатқа қарай келе жатыр. Және бұл ақиқат біреудің өмірін ғана емес, бірнеше тағдырды өзгертеді. Кеш тағы да баяу қоюланып, көкжиекке сіңген күннің соңғы шапағы Алматы үстін қызыл мұнарға бөлеп тұрды. Дәл сол сәт бәрі шешілетін сәт екенін Әлихан анық сезді. Бұл жолы ол құрбан емес. Бұл жолы ол бақылаушы. Айсара оның жанында жүр. Дауысы жұмсақ, қимылы бұрынғыдай нәзік. Сырт көзге бәрі өзгермегендей. Бірақ Әлихан үшін бұл көрініс енді шынайы емес, тек қайталанып жатқан көрініс секілді еді. Ол әр қадамын есептеп басып келеді. Әр сөзін өлшеп сөйлейді. Өйткені бұл жолы қателесуге болмайды. Астана саябағына шыққан соң, олар тағы да кеше барған бағытқа бет алды. Сол жол, сол үнсіздік. Тек бір айырмашылық, бұл жолы Әлихан алда не болатынын біледі. Және ол дайын. Жол бойында ол алғаш рет сөз бастады. Сен маған сенесің бе? Бұл сұрақ күтпеген еді. Айсара сәл кідірді. Бірақ дереу күлімсіреп жауап берді. Әрине. Жалған. Бұл сөздің ішінде шындық жоқ екенін Әлихан анық сезді. Бірақ ол ештеңе білдірмеді. Тек басын изеді. Шымкент мен Тараз даласындай кең дүниеде сенім ең қауіпті нәрсе екенін ол енді түсінді. Кеш батып, олар қала шетіндегі сол тыныш жерге жетті. Барлығы дәл бұрынғыдай.
Желдің сыбыры, аспанның түсі, тіпті үнсіздікте сол күйінде. Бірақ бұл жолы оқиға басқаша өрбиді. Айсара оған жақындай бастады. Баяу, сенімді, дәл кешегідей. Бірақ дәл сол сәтте Әлихан бір қадам артқа шегінді. Бұл күтпеген әрекет еді. Айсараның көзінде алғаш рет белгісіздік жылт етті. Не болды? Деді ол. Даусы өзгерді. Сәл ғана, бірақ жеткілікті. Әлихан үнсіз оған қарады. Ұзақ, терең, сосын жай ғана айтты. Бұл жолы болмайды. Бұл сөз үкім еді. Айсара бір сәтке қатып қалды. Жоспар бұзылды. Уақыттың өзі шатасқандай. Сол сәтте Әлихан айналаға көз жүгіртті. Және байқады. Көлеңкеде тұрған адамдарды. Кеше байқалмаған. Бүгін анық көрінген. Бәрі түсінікті болды. Бұл тек Айсараның ойыны емес. Бұл ұйымдастырылған сатқындық. Бірақ ең қауіптісі, олар оның бәрін білетінін білмейді. Әлихан ішінен ғана күлімсіреді. Бұл жолы ол өлімге емес, ақиқатқа қарай келе жатыр. Және бұл ақиқат біреудің өмірін ғана емес, бірнеше тағдырды өзгертеді.